жақсын, екі тізені жақтым. Сөйтіп 3 күнде жақтым. 3 күн жаманы салфеткамен орап, бірақ қалың не киіп жаттым, аяғымда қарсы түгел алғам. Сонда киіп жаттым. 3 күнде аяғым қойды. Бірақ мен барлық нені сол жерде 300 бір нәрсені алып кеттім. Сөйтіп бала қызым бүйрек аурып, оған апардым. Соның бәрін істедім, іштім. 3 күнде кәдімгі аттай болдым. 8 күн істедім. 8 күннен кейін қойып кетті бәрі жерін. Сосын мен жан-жағын бәрін айттым. Мен мынау жақсы екен. Ана қызым бүйрек ауырып, қызым. Бірақ мен Қызылордадан бір қызым келген. Көш болсаға күйеуі инсульт алып, коляскада отырып қалып, сол айтты. Мен бұны деді, мама, мына екеуін деді. Біз іштемек, мен күйеуім коляскадан тұрған. Мама, бұны біз таппай қалғанбыз, сіз қатын тауып алдыңыз деді. Оның бүйрек ауыртқан сол күйеуі балашасын бір несін беріп жібердім. Содан жақсы. Одан кейін мен бір баламның аяғы сасиды. Кәдімгі сасиды да. Бір қызымның қолтығы сасиды. Екеуін айттым, сен екеуің жағында кетіп дедім да мен. Содан қызыма қолтығына жағып, мама кетіп қалды. Балам аяғына жақ, онда кетті, иісі. Ол әшейін реклама өзімізден болды. Бетін? Баламның беті деген угли 10 жасқа оқиды да. Сол 3 күн маска жасап, ол қазір әдемі, оны бас астап түгелден сатып алады. Жақсы ол, вообще жақсы егер. Өйткені сіңілім үйіне барып қалсам, қызыма 2 жыл болған жарашылып жүргенде кетпейді. Сосын әкелді. Чатқа жібергенбіз сол суретті. Жақтым берді. 3 күнде барып кәдімгі төгілді ғой әдемі. Кәдімгі масканы жағып қояды. Естіңіз жағып тастайды. Мен ешқандай ерткен жоқ. Қызымның да бетінде безеу бар тұғын. Қазір беттер әдемі жағып жатты. Олар кино көріп отырып, жағатып, қайлықтай өшіретін. Бірақ ашықтап алау дегенше. Одан кейін мынандай әжім беріңіз, нақтақ әжім жинайды екен. Мынандай жерде әжім жинайды екен. Солысы жақсы. Ояғында шыққан жоқ, ояғында шыққан. Бірақ мен бұны бар ғой, ана үйде балды. Біреу алып қалдым дей ма, соған жағасам, ана жерге жағасам, осы жазып кетесің, жазылып кетеді. Бәрі жақсы.